Барлықтарына сәлемсіздер және менің арнама қош келдіңіздер. Достар, мен әрбір прямой эфирге шыққан сайын сіздер менен сұрайсыздар, ютубтан прямой эфирге қалай шығады деп. Мінекей, мен бүгін сіздердің сұрақтарыңыз бойынша осы видеоны түсіріп отырмын және сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Ендеше көп сөзбай бастайық. Ол үшін ең алдымен біз ютубқа кіреміз, яғни өзіңіздің ютуб каналыңызға кіресіз. Содан кейін жоғары жақта бізде мінекей добавить дейтін болады. Соны басамыз. Содан кейін біз жерде запись, сосын прямой эфир деп тұрады. Сіз осы жерден прямой эфирді таңдайсыз. Содан кейін уже сіз прямой эфиріңіздің тақырыбын жазасыз, введите название деген жерге. Мысалға ретінде мен просто привет деп қоямын. Сосын мына жерде открытый доступ, доступ по ссылке дейтін болады. Бұл жерде открытый доступты таңдаңыз, себебі если сіз осыны таңдасаңыз, сіздің прямой эфиріңізді бүткіл адам қарай алады. Содан кейін далее дегенді басасыз. Сосын улыбнитесь, яғни сізді суретке түсіреді. Неге десеңіздер, бұл сіздің прямой эфиріңіздің значогы болады. Если дұрыс түспей қалса, переснятты басып, қайтадан суретке түсе аласыздар. Барлығы да мына жерде көрініп тұр, барлығы да өте оңай. Сосын запустите прямой эфир дейтін болады. Сосын соны басып, уже прямой эфирге шыға бересіз. Достар, мен прямой эфирге күнделікті осылай шығамын. Және енді сіздерде прямой эфирге қалай шығу керектігін білдіңіздер. Және бұл видео сіздерге ұнаса лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Барлықтарыңызды жақсы көреміз. Сау болыңыздар.